Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы технологиялық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Касенова Ғарке Серікболқызы. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мәзір түрлері. The same of the lesson, types of menu. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты тамақтану кәсіпорындағы мәзірдің әр түрлерін түсіну. Кәсіпорын мен оның тұтынушыларының қажеттіліктеріне байланысты тиісті мәзір мен қызмет көрсету жүйесін талдау және таңдау дағдыларын дамыту. The purpose of the lesson: to understand the different types of menu in a catering enterprise, development of skills in analyzing and selecting the appropriate menu and service system depending on the needs. Күтілетін нәтиже: білім алушылардың барлық қоғамдық тамақтану кәсіпорындарында қолданылатын мәзір түрлерін білуі. Expected result: student knowledge of the menu used in catering. Сабағымыздың түрі: жаңа сабақ. Way of the lesson: the new lesson. Сабақтың типі: жаңа білімді бекіту. Type of the lesson: approving new knowledge. Бүгінгі сабағымыздың әдісі: топ бойынша жарыс. Method of the lesson: group competition. Балалар, бүгін біз ас мәзірдің түрлерімен танысатын боламыз. Олай болатын болса, тұтынушылар контингентіне байланысты, қызмет көрсету типіне байланысты, жалпы мәзір түрлері олар бөлінеді екен. Тағамдар еркін таңдалатын ас мәзіріне, және де кешенді ас мәзірі, бизнес бранч мәзірі, жексенбілік бранч мәзірі, күндізгі рацион мәзірі, банкет мәзірі, диеталық мәзір, тақырыптық шараларға байланысты арналған мәзір, және де соңғысы балалар мәзірі. Европейское меню. Так, первые горячие закуски. Это спринг-роллы, мини-чебуреки, quesadillas. Салаты. Это вероны охотничий, теплый салат, пикантный салат. Супы. Это рамен, том-ям, суп-лапша, куриные супы. На этом все. Бүгін біз басыламыз ресторан киіз үй болады. Бізде бірінші менюда закуски болады. Закускенің ішіне бізге мясной ассорти, рыбный ассорти и русская закуска кіреді. Келесі жақта бізде салқын басатқы, салаттар және біріншілік ыстық тағамдар кіреді. Салқын басатқыға бізде қазғарттар, шалжая, бұржы, шұжық және ет кіреді. Салаттарға бізге қазақша салат, көкөніс салатын винегрет және ертең салатын винегрет. Бірінші ыстық тағамдарға сорпа, нан, кеспе, мүше, наурыз көже, асылқа, уыз көже кіреді. Қалған салаттардың түрі жағалау салаты, цезарь с курицей, чапан, салат с лукой, оливье и микс от семейного салата.
to getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. Фишбоун әдісімен бүгінгі сабағымызды бағалайық.